Сәлем. Енді мен сізге 2020 жылдардағы тірі қалу деп аталатын триллер туралы айтып беремін. Туристердің шағын тобы бар әуе шары бақылаусыз ұшуға жіберіледі. Содан кейін ол теңіздің дәл үстінде апатқа ұшырайды. Тамашалаудан ләззат алыңыз. Кейт есімді қыз және оның сіңлісі Лиз алғаш рет бірге саяхаттауға аттанды. Апалы сіңлілер әуежайдан шығып бара жатқанда, олар кездейсоқ төлқұжаттарын тастап кетеді. Бұл қонақ үйге кіруді қиындатады. Бақытымызға орай, әкімші кездесуге барады және әлі де қыздарды бөлмеге кіргізеді. Бірден дерлік қатты шаршаған түлкі төсекке жатады. Ал аш Кейт тамақ ішіп, демалу үшін қонақ үйдің жанындағы клубқа баруды шешеді. Ол жерде ол Майра есімді көпшіл қызды кездестіреді. Ол алғашында өте жақсы және мейірімді болып көрінеді. Бірақ ол Джек есімді жігітімен жұмыс істейтін алаяқ болып шығады. Өйткені Майра Кейтті билеуге шақырған бойда, ол одан кілт картасын байқамай ұрлап алып, сыбайласына қонақ үйге жасырын кіріп, оның бөлмесін тонау үшін береді. Ал ол жаңа досының назарын аударады. Сәлден соң қыздар екі көңілді жігітті кездестіреді. Олар күннің шығуын тамашалау үшін әуе шарымен ұшуға шақырады. Қыздар қуана келіседі де, бәрі бірге қала сыртына шығады. Жолда келе жатып, Кейт алдымен әпкесіне орналасқан жерін жібереді. Содан кейін бұл туралы жаңа достарына айтады. Сондықтан олар оған зиян тигізу туралы ойланбайды. Олар межелі жерге жеткенде Ник пен Энди әуе шарын дайындай бастайды. Көп ұзамай экипаж ішке кіріп, жоғарыға көтеріліп, жол бойында шампан ішеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін топ-топтың қозғала бастағанын түсінгенде жүздеріндегі күлкі жоғалады. Ник көлікке арқан байлауды ұмытып кеткен екен. Өйткені олар ұшып кетуді жоспарламаған. Бірақ ең сорақысы, олар тікелей жел қалақтарына ұшады. Бұл олардың жақын арада құлап кетуіне әкелуі мүмкін. Осы уақытта қонақ үйде Лиз ақыры оянып, әпкесінің суреттерін байқайды. Біраз уақыттан кейін Джек Кейтті тонау үшін бөлмеге келеді. Бір түрлі адамды байқаған Лиз шкафта тығылып жатыр. Қыз әпкесіне бейтаныс адам туралы хабарлауға тырысады. Бірақ кенеттен оның телефонына хабарламалар келіп түседі. Ал Джек бұл жерде біреудің бар екенін бірден түсінеді. Шкафты ашып, ол қызды тыныштандыруға тырысады. Бірақ ол оны итеріп жіберіп, жуынатын бөлмеге қамалып қалады. Осы кезде Энди әуе шарын қалай басқаруға болатынын білмейтінін мойындады. Өйткені бұған дейін олар ешқашан өз бетімен ұшпаған, тек арқан байлап жоғары көтерілген. Жігіт басқаларға еңкейіп, жақсылыққа үміттенуге кеңес береді. Рас, сәттілік олардың жағында емес. Өйткені пышақ әлі де допқа тиіп, Никті еркін ұшуға жібереді. Ал Энди аяғынан ауыр жарақат алады. Осы уақытта қонақ үйде Лиз ваннадан шығып, қабылдау бөлмесіне барады. Онда ол олардың бөлмесін тонамақ болғанын айтып, көмек сұрайды. Көп ұзамай офицер келіп, болған оқиғаны тыңдап, бәрін міндетті түрде реттейтінін айтады. Рас, әкімші қыздың жай ғана жаман түс көргенін талап етеді. Өйткені бұл олардың қонақ үйінде бұрын соңды болмаған. Ол сондай ақ түлкінің төлқұжаты жоқ екенін, ал үлкен әпкесінің бір жерде жоғалып кеткенін айтады. Энди есін жиып, қыздарға әуе шарының бастығына тиесілі екенін мойындайды және ол оны тек қыздарды таң қалдыру үшін пайдаланады. Оның жарасын емдеген бойда күтпеген жерден Ник пайда болады. Ол арқанды ұстап, құлап қалмаған болып шығады. Қыздар жігітке допқа қайта кіруге көмектесуге тырысады. Бірақ біраз уақыттан кейін Ник әлі де үзіліп өледі. Компания жоғары және жоғары көтеріле бастайды. Ал жанармай таусылып қала жаздаған кезде доп ашық теңізде болады. Эндидің басшылығымен Кейт цилиндрді ауыстырады. Содан кейін ер адам жанармайдың 2 сағатқа ғана қалғанын және суға түсіп кететінін айтады. Дәл осы сәтте көкжиекте кенеттен яхта пайда болып, қыздар өздеріне назар аудара бастайды. Бірақ қайықтағы адамдар оларды қарсы алды деп ойлайды. Сондықтан олар жай ғана қол бұлғайды. Жараланған Энди орнынан тұрғанда сүрініп, суға құлап кетеді. Қыздар оған арқанды түсіру арқылы көмектесуге тырысады. Бірақ ол тым қысқа болып шығады. Сондықтан олар Эндидің суға батып бара жатқанын бақылап тұруы керек. Өйткені ол жүзе алмайды. Содан кейін қыздар тағы бір қайықтың жүзіп кетуіне дайын болу керек екенін түсінеді. Сондықтан олар әуе шарының себетіндегі плакатты пайдалануды шешеді. Ерін далабының көмегімен қыздар SOS сигналын салады. Бірақ өкінішке орай ол тез бітеді. Содан кейін Кейт әріптерді қанмен аяқтау үшін қолын кесіп тастайды. Содан кейін олар банарды себетке іліп қояды. Бұл уақытта түлкілердің үлкен проблемалары бар. Өйткені оны тонауға тырысқанына ешкім сенбейді. Офицер балаларды қорғау жөніндегі қызметкерді шақырады. Ол қызды елшілікке апарып, оның құжаттарымен айналысады. Лиз Софияны әпкесін табуға көмектесуге көндіруге тырысады. Өйткені оның соңғы рет хабарласқан суреті бар. Қыз бұл жерді таниды және әлі де балаға көмектесуге келіседі. Осы уақыт ішінде Майра мен Кейт кем дегенде біреудің назарын аударуға тырысады. Бұл жолы олар киімдерін шешіп, кем дегенде біреу түтінді байқайды деп ойлап, өртеп жібереді. Бірақ бәрі түкке тұрғысыз болып шығады. Лиз бен София межелі жерге жеткенде,
Ол жерден тек қараусыз қалған көлікті тауып алады. Оның бойынан қыз ұялы телефонды тауып алады. Онда мас туристердің әуе шарымен ұшып кеткені туралы жазба бар. Содан кейін София осы әуе кемесіне иелік ететін компанияның нөмірін байқайды. Қоңырау шалғаннан кейін ол ұшқыштың демалыста екенін және жақын арада ешқандай рейс болмау керек екенін білгенде таң қалады. Осы уақытта Майра Кейттің телефонынан сигнал алуға тырысып жатқанын байқайды. Кенет ол сигналды күшейтуге болатын қулықты есіне алды. Қыз арқаннан сымның бір бөлігін алып, антеннаның жанына бекітеді. Осылайша олар лыс телефонына координаттары бар басқа хабарлама жіберу үшін жеткілікті күшті сигнал алады. Бірақ содан кейін бірден дерлік телефонның заряды толығымен таусылады. Лис әпкесінен хабарлама алған кезде ол Кейтке қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Көп көндіргеннен кейін Лис Софияны қайықты алып, әпкесін іздеу үшін теңізге баруға көндіреді. Олар доққа жеткенде София түлкіден көмек сұрап келе жатқанда көлікте қалуын сұрайды. Бүгін мереке болып шықты, сондықтан ешкім жұмыс істемейді. Ал Лис бұл туралы білгенде ол көліктен түсіп, моторды іске қосуға тырысып, шағын қайыққа қарай жүгіреді. Софи мұны байқап, қыз жүзіп үлгермей тұрып, оны тоқтатады. Бұл уақытта доп өте тез биіктігін жоғалтады, өйткені оның жанармайы таусылып жатыр. Кейт биікке көтеріліп, оларға аздап жүзуге тура келетініне дайындалуды ұсынады. Өйткені ол әлі де біреу оларға міндетті түрде көмекке келеді деп сенеді. Сол кезде офицер қасында неге апатқа ұшыраған қызға келеді. Есеңгіреген ханым не болғанын түсіндіруге тырысады. Бірақ офицер оған сенбейтін сияқты. Өйткені ол жігіттің қайдан құлап кеткенін елестете де алмайды. Ақырында шар толығымен төмен түсіп, теңіз суына тиіп тұр. Майра үрейлене бастайды. Сол кезде ол Кейтке өзінің ұры екенін мойындайды. Қыз кілтті ұрлап, оны тонау үшін жігітіне бергені туралы бар шындықты айтады. Мұндай жаңалық Кейтті ашуландырады. Өйткені ол сол кезде бөлмеде болған әпкесі үшін алаңдай бастайды. Бірақ қазір ант беруге уақыт жоқ. Өйткені біз өзімізді қалай құтқару керектігін ойлауымыз керек. Бұл арада Лис Софияны әпкесіне қауіп төнуі мүмкін екеніне тағы да сендіре алды. Сондықтан олар бірге теңізге шығып іздеуге кіріседі. Себет толығымен батып кеткенде қыздар суға батып кетеді. Өкінішке орай Майра жүзе алмайды. Сондықтан ол суға бата бастайды. Кейт ұрыны құтқарады. Содан кейін олар оны бетінде ұстай алатын бос шарға апарады. Үмітін үзген Майра Кейттің соңғы ісі болу керек екенін, содан кейін ол өзіне жаңа өмір бастауға уәде бергенін айтады. Бұл арада Джек барлық ақшаны өзіне алып, қожайынымен бірге кетіп қалады. Осылайша Майерге береді. Бірақ ең қызығы, ер адамның өзі ештеңесіз қалды. Өйткені оның жаңа құрбысы барлық ақшаны алып, душта жатқанда сабырлы түрде кетіп қалды. Осы кезде Майер мен Кейтті көкжиекте жүк кемесі байқап қалады. Бұл оларға біреу оларды көріп, құтқарады деген үміт береді. Қыздар алғашында қуанады. Бірақ көп ұзамай олар оған пішендегі ине сияқты екенін түсінеді. Сондықтан олардың үлкен пышақтардың астына түсіп қалмас үшін күнәдан құтылудан басқа амалы жоқ. Софи мен Лис допты іздей береді. Бірақ кенеттен олардың моторы істен шығады. Қыз бас тартқысы келмейді және ескектерін қолына алып, ескекпен жүзе бастайды. Содан кейін Лис Кейттің назарын аудару үмітімен сигнал мүйізін алады. Өйткені ол әпкесінің осында екеніне сенімді. Қыздар дыбысты естиді. Бірақ шаршағаны сонша, олар тіпті айқайлай да алмайды. Майра назарын аударатын кішкентай айнаны шығарғанда, қайық қыздарға қарай жүзеді және ақырында олар ұзақ уақыт бойы бірінші рет қауіпсіз болды. Әрине, олардың моторы жұмыс істемейтінінен басқа. Жағаға қандай да бір жолмен жету керек. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.